Армысыз құрметті көрермен, Оңғар арнасында кезекті шығарылым. Қазақстанда жүргізуші куәлігін алу қиындай түседі. Азаматтарға арналған үкімет порталы мамандарының хабарлауынша, енді имтихан тапсыруға келген азаматтар қиын, яғни екі этапты аутентификациядан өтеді. Бұрынғы тексеру, сіз жеке куәлігіңізбен барып имтиханды тапсыра беруге мүмкіндігіңіз бар еді. Енді сол имтиханға келген адам нақты өзі келгенін дәлелдеу мәселесі көтеріліп жатыр. Қазіргі уақытта білесіздер, өзінің қызметтік бабын асыра пайдаланатын мамандар бар, одан өзгелері бар, жүргізуші куәліктерін сату деректері жиі тіркеліп жатыр. Сол үшін нақты кім жүргізуші куәлігін алады, сол азамат барып имтихан тапсыруын қадағалау мәселесі туындап отыр. Ол қалай жүзеге асады? Яғни екі этапта аутентификация дегеніміз не? Алғашқысы, сіз жүргізуші куәлігін алуға имтиханға барған кезде сіздің ЕГО порталында тіркелген нөміріңізге 1414-тен хабарлама келеді, яғни код келеді. Сол кодқа жауап беру арқылы сіз нақты өзіңіз имтихан тапсыруға келгеніңізді дәлелдеулеріңіз тиіс. Яғни басқа біреу барып, жаңаға сол жердің қызметкері барып, біреуге сатқан жүргізуші куәлігін алып бере алмайды. Екінші этабы, осы жаңағы SMS-ке жауап бергеннен кейін ғана сіз тексерудің екінші этабына өтесіз. Ол екінші этабы биометриялық тексеру. Мысалы, біреу барып, біреудің телефонын немесе біреудің нөмірін өзіне салып алып, SMS келгеннен кейін сол қолында тұрған телефоннан подтверждать ете салады да имтиханға кіріп кетуі мүмкін ғой. Сондықтан біреудің телефонымен басқа біреу кіріп кетпеу үшін биометриялық тексеруден өтесіз. Яғни сіздің түріңіз сканерленеді. Осы тексеруден ғана сәтті өткен азаматтар имтихан тапсыруға жіберіледі. Жалпы қазір осы имтихан тапсырудан құлап жатқан азаматтар көп екен. Бұл болғанда қатысты сындар көп айтылып жатыр. Яғни автомектептердің білім беру сапасына қатысты сын көп айтылып жатыр. Сондықтан дәл қазіргі уақытта автомектепті ашатындар Ішкі істер министрлігіне хабарлама береді. Мен міне автомектеп ашып жатырмын, енді жұмысымды бастадым деген сияқты хабарлама береді. Ары қарай жүргізушілерді нөлден бастап үйретуге құқықтары бар болып шыға келеді. Бұл мәселені көп адамдар кәдімгідей кәсіп қылып алған ғой. Ал шын мәніне келгенде ешқашан көлікке отырып көрмеген, жүргізу білмейтін азаматтар жүргізуші куәлігін сатып алып, жақындарына, туыстарына маған көлік жүргізіп үйрет деген мәселелер бар екені жасырын емес. Сондықтан автомектептерді ашу үшін қазір енді олардың ашу тәртібіне өзгеріс енгізілгелі отыр. Яғни автомектеп ашам деген азамат Ішкі істер министрлігінен, яғни құзыретті органдардан барып рұқсат сұрайды. Мен осындай автомектеп ашайын деп едім, жүргізушілерді оқытайын деп едім деп. Содан кейін оның ашқалы жатқан жері толықтай тексеріледі, құжаттары тексеріледі, жаңағы сабақ беретін мұғалімдерінің біліктілігі тексеріледі, құрал жабдықтардың жаңағы тәжірибеден өтетін көлігінің сапасы қандай жағдайда екені тексеріледі, ғимараты барлығы толық тексеріледі. Барлығы стандарттарға сәйкес екендігі анықталғаннан кейін ғана барып автомектепті ашуға рұқсат беріледі. Осылайша жолда жүретін жүргізушілердің кәсіби біліктілігін арттырамыз деп отыр. Осылайша енді Қазақстанда жүргізуші куәлігін алу шын мәнінде қиындайды. Жалпы қалай ойлайсыз? Бұл жолдағы ережені, жолдағы тәртіпті барынша жақсартуға септігін тигізе ме? Дәл қазіргі уақытта енді біздің білуімізше бұлар кейбір адамдардың жай ғана кәсібіне ақша табуды, ақшаның көзіне айналдырып алған бұл мәселені. Айтпақшы, құрметті көрермен, осы сәтті пайдаланып сіздерге айта кетейін. Біз Оңғар арнасында алғашқы жаңа форматтағы видеомызды түсірдік. Ол қазақ тіліндегі қазақтың сүйікті көліктерінің біріне шолу жасадық. Қазір түсірілім жұмыстары толықтай аяқталды. Қазір мінекей байқасаңыздар, монтаждау жұмыстары жүріп жатыр. Алдағы бірнеше күннің ішінде осы Оңғар арнасына жүктейміз. Арнаға жазылып күтіңіздер. Қазақша алғашқы біздің жасаған шолуымызға баға беріңіздер, көріңіздер. Амандықта жүздесейік.